бойынды қорқыныш билемесін. Өзіңіз түсініп тұрғандай, балалық шағымда талай құладым. Оның тарихы ұзақ һәм қайғылы. Үстелден, биік орындықтан, кереуеттен, баспалдақтан және пандустан құлайтынмын. Тіреп қалатындай қолымда болмады. Әдетте басымды, мұрным мен иегімді жарақаттап алатынмын. Құлағанда да өте ебедейсіз құлаушы едім. Жерге гүрс ететінмін. Алайда өзім қанша құласам да рухым ешқашан жығылған емес. Жетістікке жеткізген формуламда мынандай жапон мәтелі бар. 7 рет құла, 8-шінде еңсеңді тікте. Сәтсіздік деген не екенін бәріміз жақсы білеміз. Тіпті ең үздіктер де одан хабардар. Ешқашан сәтсіздікке ұшырамаған адам алғашқы сүрінуді соңғысы деп қабылдайды. Өмір сұраққа жауап бере алмай құлап қалатын сынақ емес, алайда қателік пен тәжірибе алаңы. Жетістікке жеткен адамдар жіберген қателігінен сабақ алғандар. Олар сәтсіздіктің уақытша екенін түсінеді. Мен білетін барлық жасампаз жандар қателік жіберген. Олар қателік жібермегенімде жетістікке де жетпейтін едім, дейді. Сүрінсе де құласа да мойымайды. Проблеманы мойындайды, оның түйінін шешу үшін. Табандылықпен жұмыс істеп, шешімін табады. 5 рет сәтсіздікке ұшыраса, тағы 5 мәрте алға ұмтылды. Уинстон Черчилль: жетістік дегеніміз бір сәтсіздіктен екіншісіне құлшынысыңды жоғалтпай секіру деп өте орынды айтқан. Егер сәтсіздікті жеңе алмасаңыз, оны меншіктеп алғаныңыз деп түсініңіз. Сүріну ұлы футболшыны енжарлыққа апаратындай қателік. Сізді жолы болмайтын адам ретінде танытады. Ойын алаңда жүріп, одан шығып кетпесеңіз, түбі жеңесіз. Егер қажет әрекетке қадам баспасаңыз, онда мәселе жеңілісте емес, өзіңізде. Жетістікке жету үшін соған лайықпын деп ойласаңыз, сол жолда аянбай, маңдай теріңізді төгіңіз. Көпшілік алдында сөз сөйлеп тұрғанымда мына философия жиі жүгінемін. Құлап қалсам да жерде жатқан күйі сөйлей беремін. Аяқ-қолымның жоқ екенін ескерсек, тұрып кетуімде екі талай. Тыңдармандарым да көбіне солай ойлайды. Ата-анам етпетімен көтерілуді тым кішкентай кезімде үйренгенімді айтады. Олар сүйенесін деген ниетпен айналама жастық қойып тастайды екен. Алайда мен өз дегеніммен жүріппін. Оның әсте оңай болмағаны анық. Орындықпен кереуетке жорғалап барып, қабырғаға маңдайымды тіреу арқылы отырып жүрдім. Бұл өте қиын әрекет еді. Егер қаласаңыздар, байқап көріңіздер, етпетіңізден жатыңыз және аяқ пен қолдың көмегінсіз тіземен отыруға тырысыңыздар. Тегі ыңғайсыз, иә, бірақ қайсысы дұрыс, жатау беру ме, әлде тұру ма? Сіздер жорғалаудың не екенін білмейсіздер. Адам потенциалын толық пайдалану үшін қайта-қайта талпыныс жасауы қажет. Сахнада орнымнан қалай тұратынымды көрсетіп жатқанда кейде ыңғайсыз жағдайларда кездесіп қалады. Әдетте көтерілген тұғырда немесе үстелде тұрып сөйлеймін. Бірде мектепте сөз сөйлеп жатқанымда абайламай құлап қалдым. Себебі мен ортаға шығардан бұрын біреу адал ниетпен орындық бетіне лак жаққан екен. Оның беті олимпиадалық мұз айдыны секілді жылтырап жатқан еді. Басқа жер таппаған соң соған шықтым. Бірақ құлап қалып, орнымнан тұра алмай көмек сұрадым. Тағы бір жолы Хьюстондағы қайырымдылық кешінде аса ауқатты адамдар алдында сөйледім. Тыңдармандар арасында Флориданың бұрынғы губернаторы Джеб Буш жұбайымен отыр еді. Сәтсіздікке, қиындыққа ешқашан берілмеу жайында әңгімемді бастай беріп, әдеттегідей етпетімнен құладым. Тыңдармандар жым-жырт сілтідей тына қалды. Ал мен құлаған қалпы. Бәріміз уақыт өте келе құлаймыз. Сәтсіздік құлаумен бірдей. Алайда сізді күресуді тоқтатпаңыз. Берілмеңіз, арманыңызға ұмтылыңыз дедім. Тыңдармандар маған мұқият қарап қалған. Алайда мен қол-аяғы бүтін, сіз түгілі мен де көтеріле аламын деген ойымды тұрып көрсетпек болып жатқан бетіме еді, артқы орындықтан бейтаныс әйел ұмтылды. Сізді көтеруге рұқсат етіңіз деді. Маған көмек қажет емес дедім тістеніп. Бұл сценарийімнің бір бөлігі. Ақымақ болмаңыз деді, қасарысып көмектесуге рұқсат етіңіз. Көмек қажет емес, Құдай үшін кетіңіз.
сөзімді әрі қарай жалғастыруым керек. Жарайды, сізге осылай ыңғайлы болса деп кері қайтты. бейтаныс әйелі орнына отырған кезде тыңдармандар да жеңілдеп қалғанына күмәнім жоқ. Әдеттегідей орнымнан тік тұрдым. Оп-оңай көтерілгенімді көрген халық көбіне таң қалады. Олар менің өмірімдегі күресімнің салмағын бағымдай алды. Түсінді, себебі бәріміз күрескерміз. Сіз де мұны жоспарыңыз аяқ асты болғанда, немесе өміріңіздің қиын кезеңі басталғанда жақсы түсінесіз. Талпынысыңыз бен ұмтылысыңыз бүкіл әлемге түсінікті. Өйткені ол өмірдің бір бөлшегі. Өміріңіздің мәнін түсінесіз және мүмкіндікке ұмтылып, жарқын болашаққа сенесіз. Құндылықты бағалап, позитив көзқараспен жүрсеңіз де, сәтсіздіктен қашып кете алмаймыз. Сөйте тұра оны соңғы мәре сызығы ретінде қабылдамаған абзал. Оны өліммен немесе өзге жаманшылықпен салыстырмаңыз. Себебі күрес дегеніңіздің өзі өмір. Ал сіз алаңда жүрсіз, демек бізді қиындық пен сәтсіз шыңдай түседі. Сәтсіздік сабақтары. Сәтсіздікті жоғарыдан келген айрықша сый деп қабылдауға болады. Себебі сол арқылы шыңдаламыз. Сәтсіздік пен жеңілістен қандай үлгі алуға болады? Мен кез келген сәтсіздіктен өте маңызды 4 сабақты көріп тұрамын. Тамаша ұстаз. Мінезді шыңдайды. Адамды жігерлендіреді. Жетістікті бағалауға баулиды. Сәтсіздік тамаша ұстаз. Иә, тура солай. Кез келген жеңімпаздың жеңілген сәті жоқ қой дей алмаймыз. Әрбір чемпион кезінде жеңіліс дәмін татқан. Роджер Федерер әлемдегі ең үздік теннисші, алайда оның өзі әр ойынды сетті немесе турнирді ұта бермейді. Роджердің де қателесетін кезеңі болады. Ол да жеңіледі. Әр матчта өз қалаған тұсқа допты 10 реттен аса дәл түсіре алмайды. Сәтсіздіктері мен қателіктерінен сабақ ала отырып, алға ұмтылады. Міне сондықтан ол чемпион. Федерер әр ойында үздік болуға тырысады. Дегенмен әр турнирді сәтті немесе матчты ұтуға міндетті ме? Сіздің де жетістікке жетем деп ұмтылғаныңыз жөн. Бар күш-жігеріңізді жұмсай отырып жұмыс істеңіз, жаттығыңыз, оның негізін үйреніңіз және өзіңіздің сәтсіздікке ұшырауыңызды біле тұра барлық күшіңді сарп ете еңбектеніңіз. Сәтсіздік шеберлікке бастайтын соқпақ. Тыңдаңыз, ініммен үнемі қақтығып отырады. Шешендік өнерге ден қоя бастағанымда тыңдарманымды таба алмағанымды жиі есіме салады. Сахнаға шығу үшін мектептер мен қайырымдылық қорына жалынып өтініш жасайтынмын, алайда олар бас тартатын. Кейбіреулері мені тым тәжірибесіз деп санады. Енді біреулеріне қарапайым болып көріндім. Осыдан кейін көңілім су сепкендей басылды. Әйтсе де жүрегімнің түбінде жеңімпаз болатынымды сездім. Арон жоғары сыныптарда оқып жүргенде бүкіл қаланы аралатып, тым болмағанда мені тыңдауға келісетін 1-2 адам іздейтін. Тегін әншейін тәжірибе үшін сөйлейтінмін. Бірақ сол кездің өзінде өзімді жоғары бағалайтынмын. Брисбеннің барлық мектебіне хабарласып, тегін сөз сөйлеуді сұрайтынмын. Көбіне бірден бас тартатын. Солай бола тұра әрбір бас тарту одан сайын қайрай түсетін. Сен ешқашан берілмейсің бе деп сұрайтын Арон. Иә, мен алған бетімнен қайтпадым. Себебі әр бастау маған ауыр тиді. Дегенмен өмірімдегі жолым шешендік өнер екенін түсіндім. Кәсіби шешендікке ұмтылдым. Тыңдарманымды тапқан күннің өзінде де бәрі тамаша бола қоймайтын. Брисбендегі бір мектепте сәтсіз сөйледім. Ойым бөлініп кетті ме, тақырыптан шатасып қалдым. Қатты қобалжыдым. Сөзімді қайталай бастадым. Сол сәтте кетіп қалғым келді. Ешкімнің көзіне түскім келмеді. Нашар сөйлеген сондай, тіпті өсек сөзге айналып кетті ме деп алаңдадым. Енді сөз сөйлеуге ешкім шақырмайды деп ойладым. Әңгімем аяқталғанда мектептен өзімді сығалаған лимондай сезініп шықтым. Қасықтап жинаған абыройым шелектеп төгілді. Біз кейде өзімізге келген ең қатыгез сыншыға айналамыз. Сол сәтте менің басымда тура сондай жағдай орын алды. Бірақ осы сәтсіздік арманыма одан әрі ұмтылуыма ықпал етті. Өнерімді жетілдіріп, әлдеқайда жақсы деңгейге жеткіздім.
Жетілудің өзі мақсат екенін түсінген кезіңіз ғана бойыңызда жеңілдік пайда болады. Әрбір қателік бір баспалдақ, ал одан алатын сабақ келесі жолы оған қайта ұрынбау. Қандай да бір сәтсіздіктен кейін оған беріле саласың, ешқашан қайта тұра алмайсың. Сәтсіздіктен сабақ алып, әрі қарай ұмтылсан, жетістік сені көп күттірмейді. Айналаңыздан қолдау табасыз, жеткен жетістіктен рахаттанасыз. Сәтсіздік мінезді шыңдайды. Сәтсіздік адамды шыңдап, жетістікке дайындауы мүмкін бе? Мүмкін. Ол адамды өлтірмейді, тек мықты, табанды, батыл және мығым етеді. Сіз жетістікке жетуге асығасыз, одан ешқандай жаманшылдық көрмейсіз. Әйтсе де сабырлық та керек. Әсіресе адам сәтсіздікке ұшырағанда сабырдан тыныштық табады. Менің де әр күнім керемет емес. Маңдайға жазылған тағдыр бар. Әр істің өз реті болады. Соны да күте алғанымыз абзал. Ағам Сем Радоевич бірге Хиппо велосипедінің өндірісі мен жарнамасына қатыстым. 2006 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Алайда компания аяғынан тұра алмады. Сөйте тұра сәтсіздік пен қателіктен көп нәрсені үйрендік және алға қойған мақсатымызға айтарлықтай жақындадық. Бизнес аштық, мінезімізді шыңдадық. Бұған ешқандай күмән болмасын. Кейде тырысып бақса да қаншама адам жетістікке жете алмай жатқанын көремін, әрі түсінемін. Мұнда уақыт маңызды рөл атқарады. Біз ісімізді енді бастағанда әлемдік экономика дағдарысқа тап болды. Бізге сабырлық сақтап, уақыттың өзгеруін, тауарымыздың сұранысқа ие болуын күтуге тура келді. Әлем сізге қызығушылық танытқанын күтуге тура келетін сәттер болады. Ғажайып электр шамын ойлап таппас бұрын Томас Эдисон 10 мыңға жуық тәжірибе жасаған. Эдисон кімде-кім өзін жолы болмаған адам деп санаса, жетістікке бір адам ғана қалғанда қолын бір сілтеп беріле салғанын түсінесің. Жетістігінің жанына келіп тұрып, сәтсіздігін айналып өте алмайды. Жетістікпен жағаға шықпас бұрын қол сілтеу дұрыс емес дейді. Алдындағы бұрылыста не күтіп тұрғанын ешқашан біле білмейсің. Сондықтан қандай жағдай болса да күресті ешқашан тоқтатпау керек. Сәтсіздікке ұшырадыңыз ба? Енді не болады? Егер құласаңыз, онда тұрған ештеңе жоқ. Эдисон, әрбір сәтсіз талпыныс алға жасалған тағы бір қадам деген. Демек, әрекет еткен жағдайда нәтижесін Құдайдан күтіңіз. Жеңіске жету үшін мінез керек. Егер адам жаңа мүмкіндіктерге дайын болса, онда әрбір сәтсіздік мінезді шыңдай түседі. 2009 жылы Калифорния штатындағы Вестлейкте орналасқан Оукс мектебінде сөз сөйледім. Бұл мектептің аты көпшілікке футбол командасымен танымал. Таяуда олардың командасында әйгілі футболшы Джо Монтананың баласы өнер көрсетті. Онымен бірге әйгілі хоккейші Уэйн Грецкидің баласы ойнады. Ал команданы сұрапыл актер Уилл Смиттің баласы басқарды. Бұл команда 6 бірдей чемпионатты қатарынан ұтты. Сол жерде сөз сөйлеген кезде мектептің негізін салушы Дэвид Прайспен жолығып, мектеп оқушыларының мінезі кімге ұқсағанын ұқтым. Дэвид ірі голливудтық фирманың адвокаты болған екен. Негізгі клиенті кино жұлдыздар мен кино студиялар. Калифорнияда бүкіл қонақ үйлер мен демалыс орындарына иелік еткен бір кәсіпкерге қызмет көрсетіпті. Оның бірнеше гольф алаңы да болыпты. Дэвидтің менеджментке енді ғана қызыға бастаған кезі екен. Ол гольф алаңдарының табысты жұмыс істемей жатқанын байқайды. Себебі оны бизнесте еш хабары жоқ кәсіби гольфшілер басқаратын еді. Бір күні Дэвид бастығына гольфке арналған бір алаңды сатып алғысы келетінін айтады. Сен менің фирмамда жұмыс істейсің ғой, оны неге саған сатуым керек? Оның үстіне гольф жайлы ештеңе білмейсің, ақшаң да жоқ, дейді таңғалған бастығы. Алғашқыда Дэвид кәсіпкерді көндіре алмаған, дегенмен ол алған бетінен қайтпады. Гольф алаңын сатып алғанша бастығының жанын қоймаған, берілмеген, табандылық тартқан, армандаған. Гольф алаңды кәсіпкер сатқанша қолын сілтемеген. Алаң Дэвид жалға алған 350 нысанның бірі болатын.
кәсібі өркендемей тығырыққа тірелген соң дэвид аланы сатып жібереді. Ол енді бетін елдегі әуежайға бұрды. Жалға алады, сатады, сатып алады. Осы жолда кездескен сәтсіздіктен дэвид қандай сабақ алды? Әрине, сабырлық сақтауды, сосын табандылық танытуды үйренді. Бизнестің күлі көкке ұшқан кезде дэвид гольф алаңдарын басқару мән-жайын емес, бизнестің өзімен айналысу маңызды екенін түсінген. Сол себепті жай ғана басқа салаға ауысты. Бүгінде дэвид мен бас-көз болып құрған аяқ-қолсыз өмір қайырымдылық қорының кеңес мүшесі. Ол үнемі адам күрделі мәселелермен бетпе-бет келген сайын мінезі мықты бола түседі дегенді айтып жүреді. Ник, сен аяқ-қолы бүтін адам болып туғанда бүгінгі жетістіктеріне мүлде жете алмас едің. Сенің адам сенгісіз қиындықтарды жеңіп, жаман атаулының бәрін жақсыға айналдырғанды жұрт көрмесе, сені кім тыңдар еді дейді маған. Қандай да бір түйінді мәселеге жолыққанда осы сөздерді еске алыңыз. Кез келген тұйық жолдан аман алып шығатын сүрлеу бар. Бір жағынан жоғалтсаңыз, енді бір қырынан керегіңізді табасыз. Бұл өмірге белгілі мақсатпен келдіңіз. Ендеше сәтсіздікке жолдан тайдыруға мүмкіндік бермеңіз. Кеудеңізде жан барда, тығырықтан шығар жолдар жоқ емес. Осыны ұмытпаңыз. Мінез-құлқымды шыңдаған, тағдырыма ризамын. Қиындықтар мені табандылыққа баулудан әрі төзімді болуға үйретті. Бұл қасиеттердің пайдасын көп көрдім. Маған балық аулаудан алған ләззат ұнайды. Ата-анам алғаш 6 жасымда балық аулауға алып барды. Қармағымды арнайы жерге орналастырды. Кейіннен маған көмекке ешкім келмейтінін түсінген сәтте қармақты иегіме мойнын арасына қыстырып ілінген балықты суырып алатынмын. Бір күні жолым болмай, балықтың қабуын 3 сағат күттім. Күнге қатты күйдім, бірақ қалайда балық ұстаймын деп шештім. Ата-анам жағажайды аралап кетті. Мен сөйтіп жалғыз қалдым. Ақыры олжалы болдым. Балық түсті. Осы кезде қармаққа жармасып, әке, ана деп айқайладым. Олар жүгіріп келіп жәрдем берді. Аулаған балығым менен 2 есе үлкен еді. Егер сол сәтте табандылық танытпай, төзімділік көрсетпесем, олжа да бұйырмас еді. Әрине, сәтсіздік көндігуге де баулиды. Есептеу ісі сынағынан құлағаным есімде. Айтарлықтай төмен нәтиже көрсеттім. Бұл пәнді ешқашан меңгере алмаймын деп ойладым. Алайда ұстазым күш-жігер беріп көмектесті. Сөйтіп бұл пәнге табандылықпен ден қойдым. Бірнеше жылдан кейін бухгалтер ісі және қаржылық жоспарлау мамандығы бойынша білім алып шықтым. Көндігу білім алуда пайдалы. Ол үшін бір сүрініп алып, барлығын бірдей білмейтінді түсінуім қажет болды. Көндігу мені қайрады. Жазушы Томас Мертон: көндіккен жан сәтсіздіктен қорықпайды, ештеңеден де қорықпайды, тіпті өзінен де. Себебі көндігудің ең жақсы белгісі ештеңе төтеп бере алмайтын және ешбір күш тең түсе алмайтын Құдайға деген сенім дейді. Сәтсіздік адамды жігерлендіреді. Біз сәтсіздікті немесе жоғалтуды зор қайғы ретінде қабылдап беріле салуымызға болады. Одан сабақ алып, әрекеттің бастауы деп те түсіне аламыз. Менің досым фитнес инструкторы. Оның шәкірттерін қиындыққа төтеп беруге дайындап жатқанын көрдім. Бірақ бұл тым қатты жігерлендірмейді. Дегенмен оның әңгімесінің мәні темірді қызған кезде соқ. Соның нәтижесінде келесі жолы көрсеткішті жақсартып, күшіңді арттырасың дегенге саятын еді. Бұған илануға болады. Спорттағы немесе жұмыстағы жетістіктің кілті тәжірибе. Әдетте тәжірибе сәтсіздік жиынтығы. Бұған мысал келтірейін. Өзім туралы және ұялы телефоным жайында айтайын. Сізге ұялы телефон жай ғана тиімді құрылғы, ал мен үшін ғажайып дүние. Кейде сол телефонды шығарғанда мені ойлаған-ау деп ойлаймын. Себебі оны қолмен де, аяқпен де қолдануға болады. Мен телефонмен сөйлесе аламын, электрондық почта қызметін пайдаланамын. Одан музыка тыңдап, аудио жазамын, күнделік жүргіземін. Ауа райын біліп, әлемдік оқиғаларды оқимын. Әйткенмен оның өзі мен үшін мінсіз құрал емес. Себебі оны сол жақтағы титімде аяғымен ғана қолдана аламын.
ал ол аузымнан әлдеқайда алыста. Телефонмен сөйлескенде дауысын жоғары қоюыма тура келеді. Бұл әуежай мен ресторандарда қолайсыздық тудырады. Айналамдағылардың бәрі әңгімемізді естіп отырады. Ыңғайсыз. Сонымен телефонды аузыма қалай жақындатамын деп ойлануыма тура келді. Маған өте қиын еді. Себебі телефонды кіп-кішкентай аяғыммен қолданып жүрдім. Бірақ сәтсіздіктің жеңіске жетелейтінін ескере отырып, оның да шешімін таптым. Бір апта бойы телефонды иығыма қойып үйрендім. Сәтсіздік дегеніңіз аяқ астынан оның ұшан-теңіз болғанына сеніңіздер. Телефон батырмасын дұрыс баса алмау салдарынан бетімде көп дақ қалды. Бастапқыда бетіме біреу тиын басқандай көрінуші еді. Көбіне жалғыз қалған сәттерде жаттықтым. Мені не істеп отырғанымды көрген адам есінен адасқан ба деп ойлар еді. Қанша телефон сынды, бет пен мұрныма қанша жарақат түсті, санап бере алмаспын. Қолымнан телефон ауыстыру келгенмен беріле салу келмейтін. Телефоннан бетім кезекті бір таяқ жегенде осыдан кейін адам секілді сөйлесемін деген ой мені жігерлендірді. Ақыры сол ой жүзеге асты. Бірақ тағдыр кейде адаммен ойнайды. Арада көп уақыт өтпей Bluetooth деген құлаққа кіргізіп қоятын құрал пайда болғанда бар өнерім де қабілетім де күл-талқан болды. Үздіксіз талпынысым, үйренгенім достарыма іш пысқанда ғана көрсететін іс болып қалды ма? Жоқ, олай демеңіз. Сәтсіздіктер мен қателіктеріңізді мотивация ретінде пайдаланыңыздар. Өмірде сүрінуден де, құлаудан, қателесуден қорықпаңыз. Онда ешқандай әбестік жоқ. Ал мүмкіндік тауып тұрғанда оны пайдаланбау, ойынан шығып кету нағыз масқаралық. Сәтсіздік жетістікті бағалауға баулиды. Өмірдегі сәтсіздіктен алатын төртінші сабақ – жетістікті бағалау. Өз басым ұялы телефонды пайдалану үшін күрескен әрекетімді жеңіс деп бағаладым. Жұмыс ауырлай түскен сайын жетістіктің де дәмі тәтті. Жеңіске жеткенде, табысқа кенелгенде оның ләззаты туралы ойланып көрдіңіз бе? Тауға шығу қиын екені рас, бірақ шыңға жету ғажап емес пе? Бала күнімде қызғаншақ бауырлары құлдыққа сатып жіберетін Жүсіп пайғамбардың хикаясын тыңдағанды ерекше жақсы көретінмін. Жүсіп пайғамбар басынан өте ауыр күндерді өткереді. Оған жалған айып тағып түрмеге қамады. Сенім артқан адамдары қайта-қайта сатып кететін еді. Бірақ пайғамбар қиындық атаулыға беріле салмады, қайғыға берілмеді, сәтсіздікке налымады, қайта жігерлене түсті, сабырлық сақтады. Ақырында Египеттің патшасы болды және халқын құтқарып қалды. Жүсіп пайғамбардың тынымсыз күресі мен таққа отыруынан мол ғибрат алуға болады. Менің алған сабағым жеңіс оңай келмейді. Жүсіп пайғамбардың тарихы маған ахуалдың аса қиын емес екенін ұқтырды. Жағдайы менен ауыр адамдар да жетістікке жетіп жатыр. Құдайдың бізді жақсы көретінін, әйтсе де жеңіл өмірге кепілдік бермейтінін тәуір ұқтым. Барлық қиындықтар мен сынақ атаулыдан абыроймен өткен Жүсіп пайғамбар жеңіске жетті, әрі ұлы патша болды. Сіз мақтаныңызға жан жүрегіңізбен ұмтылып, қиындықты жеңіп, қиналмай әрекет етсеңіз, жетістіктің мәнін ұғасыз. Нағыз бақыт осы емес пе? Мұны кездейсоқтық деп мүлде ойламаймын. Біз қиналып жеткен жетістікке шаттанбаймыз. Керісінше дамуға, нәтижеге қол жеткізуге болатынына қуанамыз. Құдай мені мақсатыма ұмтылдырып, қиындықтарды бірінен соң бірін артқа тастауға мүмкіндік берді. Маңдайыма жазылған осы екенін түсіндім. Оның үстіне әрекет еткен сайын дами түсеміз ғой. Балалық шағымдағы дертті, сенімсіздікті, жалғыздықты жеңгенімді көріп, қайғыны ұмытамын, қуанып көндігемін және соншалықты көп мәселенің барлығын шешім тапқаным үшін жаратқанға алғыс айтамын. Сондықтан жетістіктерім өте қымбат. Мен өскен сайын ширай түстім. Ішкі жан қиналысым болмаса, өзгелердің мұң шерін түсінбейтіндей едім. Әрі көп адаммен тіл табыса алмайтынмын. Жасөспірім кезінде қиындықты жеңемін деген тас түйін ойым басқа балаларды маған магнит секілді тартты. Өте көп дос пен құрбы-құрдас таптым. Олардың маған деген ақ жарқын көңілі ұнайтын.
Мектепте мейірім мен қайырымдылық шуағына шомылып жүрдім. Ал оның саясатқа алып баратынын сіз жақсы білесіз. Оқушы кезімде мектеп президенті атану үшін сайлауға түскенім бар. Біздің Макгрегор мектебінде ұл-қызды және ересектерді қосқанда жалпы саны 1200-дей оқушы оқитын. Оның үстіне біздің мектеп Квинслендтегі ең үлкен оқу ордасы болатын. Мен президент постына таласқан алғашқы мүгедекпін. Қарсыласым мектеп тарихында ең мықты спортшы Мэтью Макки болатын. Мұғалімім мисс Харли сайлауға түсуге көндірді, себебі мені сыныптастарым ұсынған еді. Өз бағдарламамда мүгедектер арасында жарыс өткізуге уәде бердім. Сайлауда жеңіп шықтым. Кешір, Мэтью. Сол кезде Курьер Мэйл газетіне шыққан суретім мен мәтінді анам әлі күнге дейін сақтап жүр. Газетке шыққан мақалада автор мен барлық мүгедек балаларға үндеу жариялаймын. Сіздер де сайлауға түсуге талпынып көріңіздер деген сөзімді беріпті. Бала күнімнің басты ұраны «Next» слоганы болуға татитындай еді. Жай ғана жасап көр. Осы ұранмен өмір сүрдім. Өмірде бәрі болады. Талай рет сәтсіздіктің кермек дәмін татуыңыз мүмкін. Себебі адамсыз ғой. Сүрініп кетуіңіз де ықтимал. Өмір жолы жеңіл емес. Алайда сәтсіздік соның бір бөлігі екенін ұмытпаңыз. Сондықтан сол даңғыл жолды толық жүріп өткен жөн. Орта жолда тоқтап қалмаңыз. Қолыңыздан келгенше алға ұмтылыңыз. Қуыстағы тосын кедергі. Отбасым Австралиядан ақш-қа қоныс аударғанда 12-де едім. Ешбір досым жоқ. Жаңа мекенге ат басын бұруға қатты қорықтым. Ұшақ ішінде болашақ сыныптастар алдында күлкіге қалмас үшін інім мен қарындасым бар. Үшеуміз америкалық ағылшын тілінде сөйлеп жаттығып бара жаттық. Өзімнің ерекше пошымымды өзгерте алмаймын. Алайда шетелдік акценттен құтылуға әбден болады. Кейін көп америкалықтар австриялық акценттің ұнайтынын білдім. Бұл елде біраз жыл бұрын Данди есімді қолтырауын деген австриялық кино өте танымал болған екен. Сыныптастарым секілді сөйлеймін деп қыздарды таңғалдыратын көп мүмкіндіктерден айырылып қалдым. Осы қоныс аудару өмірдегі үлкен өзгеріс еді. Акцентімнен айырылу жалғыз қателігім еместін. Санта-Моника таулы аймағындағы қазіргі мекенімізге өте жақын Линдеро Каньон мектебіне бардым. Бұл өте керемет мектеп еді, алайда әу баста оңайға соқпады. Кез келген балаға үйренген жерінен жырақ кету, жаңа достар тауып бейімделу оңай шаруа емес. Мен жаңадан келгеніммен қоса көмекші қажет ететін өзгеше мүгедек бала едім. Көп жасөспірім бетіне шыққан безеулерінен қорқады, ал менің алан көңілімді ойлап көріңіздерші. Мұндай кезеңнің бір қатарынан өткен болатынмын. Алдымен Австралияда, Мельбурндегі мектепте, одан кейін Брисбендегі білім ордасында жаңа оқушы болдым. Көп күшімді сыныптастарыма жақсы жігіт екенімді, менімен дос болуға болатынын дәлелдеуге сарп еттім. Енді тағы сондай кезеңге тап болдым. Барлығы өзгерістен басталады. Кейде өтпелі кезеңнің бізге қалай әсері еткенін де байқамай қаламыз. Сол тұстағы күйзеліс жайлы ортадан шығам ба деген күдік те адамға соқпай өтпейді. Бәлкім сіз өмірлік мақсатыңыз айқындалған, жақсыдан үміттеніп, өте күшті сенімге ие болған, бойдағы үрейіңізді жеңіп, сәтсіздіктен өткен жан шығарсыз. Алайда өмірде кез келген өзгеріске дайын болмасаңыз, алға жылжи алмайсыз. Біз әдетте өзгерістерге қарсымыз. Дегенмен өзгеріссіз өмір кімге қажет? Даму мен марапат біздің ең үлкен жетістігіміз. Ол жаңа орынға көшудің, жұмыс ауыстырудың, білім алудың, басқа түрін таңдаудың және жаңа қарым-қатынас табудың жемісі. Өмір сүру, есею, қартаю кезеңнен тұрады. Адамның өзгермеуі мүмкін емес. Өзгеріссіз өмір де көңілсіз болар еді. Кейде шыдамда керек. Өзгеріс табиғи құбылыс. Оған билігіміз жүрмейді. Тек себеп салдарынан жылына жармасамыз, ал нәтижесін уақыт көрсетеді. Бізді мазалайтын және күнделікті өмірімізді бұзатын өзгерістердің екі түрі бар. Бұл
Ішкі және сыртқы өзгеріс. Алғашқысын бақылай алмауымыз мүмкін, алайда соңғысы бақылауға келеді. Аяқ-қолсыз туғаныма әсер ете алмағаным секілді, ата-анамның ақш-қа қоныс аударуына да ықпалым жүрмеді. Бұл оқиғалар еркімнен тыс жүзеге асты, бірақ екі жағдайда да өз реакциямды бақылай алатын едім. Басқа елге қоныс аудару ауыртпашылығын көтере алатынмын және жетістікке жететінімді анық түсіндім. Өзіңіз қаламаған және күтпеген өмірлік өзгеріске төтеп бере аласыз. Әдетте күтпеген және тосын оқиғалар, жақын адамның қазасы, жұмыстан айырылу, кесел, жазатайым жағдайлар адамға ауыр тиеді. Бастапқыда мұндай жағдайлардың өміріміздегі өзгерістерге маңызды әсері барын ойламаймыз. Ондай оқиғаларды бақылаудың алғашқы қадамы сақ болу. Сіз бірден оң немесе теріс кезеңге аяқ басып жатқаныңызды түсінбейсіз. Түсінудің өзі стресстен арылтады. Үнемі жақсы жағын ойлап көріңіз. Мысалы, ал жарайды, барлығы өзгеріп, жаңаша күйге енді, бәрі де бұрынғыдан өзгеше. Дегенмен сабыр сақтап, ашуланбай шыдамды болуым керек. Мұның бәрі жақсылықтың белгісі деңіз. ақш-қа қоныс аударғанда өміріміздің қалай өзгеретінін ойлауға уақыт жеткілікті болды. Алайда өзімді бақытсыз және адасқан адам ретінде сезіндім. Кейде өз үйіме, шынайы өміріме қайта оралғым келеді деп айғайлағым келетін. Өкінішті, аянышты жағдай. Бірақ өмірде бәрі болады. Қазір ойласам күлкім келеді. Әсіресе осы күні Калифорнияда бақытты өмір сүріп жатқан кезде есіме алсам, еріксіз езу тартам. Сіздер де кейін мен сияқты өткен күндеріңізді күліп еске аласыздар. Жабығу мен ашу, ыза, өзгеріс кезіндегі эмоция. Мұндайда жаныңызды қинамай бейімделуге ұмтылыңыз. Өзгерісті бастан өткізіп жатқан сәтте оның көмегі зор. Әсіресе басқа қалаға қоныс аударған кезде мұны естен шығармаңыз. Күнделікті жүретін жолымды біліп алуға, ауа райына бейімделуге, тоқ етерін айтқанда, жаңа өмірге үйрену үшін уақыт керек. Жақсылықты күтпеген жерден күтіңіз. Америкадағы алғашқы апталар мәдени шок тудырды. Мектепке барған алғашқы күні қатты таңғалдым. Бүкіл сынып орнынан тұрып Америка туына ант берген еді. Австралияда біз мұндай рәсім жасамайтын едік. Мұны көргенде мүшелікке тіркелмеген клубқа кіріп кеткендей сездім де болдым. Екінші күні мектепте төтенше жағдай жарияланып, ұстазымыз бәрімізге парта астына тығылуға кеңес берді. Бізге өзге ғаламшарлықтар шабуыл жасады деп ойладым. Алайда бұл жер сілкінісіне дайындық болып шықты. Жер сілкінісі? Әрине, сыныптастарым мені бірден қабылдаған жоқ. Дөрекі сұрақтар қойды және сырт келбетіме қатты тиісті. Қызық құмар америкалықтар бәрінен де әжетімді қалай өтетінді білгісі келді. Осындай жайсыз сәттерде жер сілкінісі бола қалса екен деп тілейтінмін. Сабақ кезінде бір сыныптан екінші сыныпқа көшіп жүруге үйренуге тура келді. Австралияда барлық пәндер бір сыныпта өтетін. Кенгуру секілді секіріп жүрмейтінбіз. Лендеро каньонда күні бойы бір сыныптан екінші сыныпқа көшумен болдық. Мұндай өмірлік өзгерістерге үйрену оңай болған жоқ. Жақсы оқушы едім, бірақ жаңа мектепте бағдарламадан қалып қойдым. Әдеттегі 6 сыныпта орын болмаған соң тереңдетіп оқытатын сыныпқа бардым. Үлгерім бірден нашарлап кетті. Қазір ойлап қарасам, сол кездері стрессте жүрген екенмін ғой. Менің орнымда басқа біреу болса да тура осындай күй кешер еді. Өйткені бүкіл өмірім өзгерді. Әлемнің басқа бұрышына тап болдым. ақш-та баспанамызда болмады. Әкем бата көкенің қарамағында жұмыс істеді. Сол кісінің үйінде тұрдық. Ата-анамды сирек көретін едім. Олардың баспана, жұмыс іздеуден, нәпақа табудан қолы тимей жүрді. Мұның бәрі көңіліме жақпайтын. Эмоциялық, физикалық, сондай-ақ психологиялық тұрғыда қиналдым. Үзілісте түскі ас кезінде жалғыз қалдым. Кейде ойын алаң жанындағы бұта түбіне тығылып қалатынмын. Бірақ бәрінен де Макаган мұғалімнің музыка сыныбында қалғанды ұнатар едім. Мистер Макаган ерекше ұстаз, әлі күнге дейін Лендеро каньонда жұмыс істейді. Мектепте құдды бір рок жұлдызы секілді танымал еді.
қателеспесем, күніне 8-9 сабақ өтетін, бауыры даф атты аңызға айналған бас-гитарист сияқты бірнеше топта өнер көрсетті. Австралиядан Калифорнияға көшу кезінде біртүрлі жағдайлар орын алды. Қарапайым отбасылық өмірді тастап, поп мәдениетінің ерекше әлеміне тап болдық. Лос-Анджелес пен Голливудқа жақын жерде тұрғандықтан, сауда орталықтарында кино, тележұлдыздардан жиі кездестіріп қалатынбыз. Сыныптастарымның жартысы актер болғысы келетін. Мектепте телевизиялық шоуға қатысқан тарих сыныбының оқушы Джонатан Тейлор Томасты көретінбіз. Менің өмірім әрі қырынан өзгерді. Аспан айналып жерге түсті. Бұрынғы сенімділігімді жоғалттым. Австралиялық сыныптастарым маған үйреніп қалған еді. Енді бөгде елде өзімді мүлде бөтен адам сезіндім. Оның бәрін былай қойғанда, ерекше акцентпен, елде жоқ ерекше дене бітімі. Әйтеуір маған солай көрінді. Мистер Макаган кабинетіне тығылып отырғанымды талай көрді. Сыртқа шығып, балалармен араласуға үгіттеді. Бірақ менде олармен аралас-құралас бола қоятындай күш жоқ еді. Өзіме, әрекетіме және қарым-қатынасына көңіл бөлудің орнына бақылау мүмкін емес өзгерістерді көп ойладым. Кемшін тұсымды сол кезде көре білуім керек еді. Жасым 12-де болса да, кемшілігіме емес, қабілетіме көңіл бөле алатын едім. Аяқ-қолсыз өмір сүре алатын, қиындыққа мойынсұнған бала едім. Бірақ қоныс аудару мұның бәрін өзгертті. Сондай өзгерістер кезінде барлық сезімнің өршіп кететінін байқадыңыз ба? Сіздің өміріңізде айтарлықтай өзгеріс орын алады. Әрбір жағымсыз ой мен сөз сізге бағытталып жатқандай көрінеді. Кейде радиодан беріліп жатқан барлық әннің сізге қатысы бардай сезіледі ғой. Эмоциялардың оянуы, аман қалуға деген әрекет. Ол түсініксіз күй мен ыңғайсыз жағдайлар орын алғанда күшіне енеді. Сезімнің күшеюі табиғаттың ғажап сыйы. Жағалауда серуендеу Австралиядан көшкен кезде пайда болған стресстің тарқауына ықпал етті. Таудың көрінісі мен күннің батып бара жатқан бейнесі жанға жайлы, тыныштық пен қуаныш сыйлады. Калифорния керемет қой, бірақ ол кезде бұдан да ғажап еді. Позитив немесе негатив өзгерістер әдетте ерекше әрі үрейлі өмір тәжірибеден туындауы мүмкін. Сондықтан көп адам өзгерістерден қашады. Колледжде бизнес жөнінде білім алып жүргенімде көптеген алпауыт корпорацияда өзгерістер агенті деген арнаулы қызметкерлер болатыны жайында оқығам. Олардың міндеті қарапайым қызметшілерге өзгеріс кезең сәтті өзгерісуге көмектесу, бизнестің жаңа жолдарын табу, жаңа бөлімдер ашу. Өзім іскер адам болғандықтан жаңа іс пен мүмкіндікке әр қызметшінің әр алуан көзқараспен қарайтын жақсы білемін. Барлық жаңашылдықты керемет қуанышпен қабылдайтын адамдар да кездеседі. Бірақ көп адам бір қалыпты жұмысқа үйреніп қалғандықтан өзгерістерге айрықша наразы болады. Олар өмірін теріс жаққа өзгеріп кетуінен қорқады.